Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Last деген ойын ойнайтын боламыз. Қазір скачать етем. Күтіңіздер. Ағылшынша деп жазамыз. Бірінші шығады. Сосын мынаны скачать етеміз. Қазір жазылғасын жолығатын боламыз. Міне ойынымыз жазылды. Міне Last Land of деп тұр. Соған кіреміз мінекей. Осы жазылғанша күте тұрасыздар. Кіргесін барып бірге жолығатын боламыз. Міне достар кірді. Қайтқан кетер. Мынауын көреміз. Өзіме баланкин ұнайды, сондықтан баланкин таңдаймын. Бірінші күн, екінші күні әжет алайын. Мен мынандай кезеген жақтың ауыстыра аласындай, бірақ мен тиімді ауыстыра аламын. Магазинде түрлі заттар бар, донат салып аласыздар, бірақ мен донат салмаймын. Өзім донат, міне өзім сатып аласыз. Өзі бесплатно, өзі береді. Системаны жасауы. Начать игру, выйти из ОСС, крепостей.
сіздер Rust деген ойынды көретін шығарсыздар. Ол Rust'та осындай қызығатын шығарсыздар. Мен осы ойынды ойнайды. Бірақ ода кілең жақсы ойнайтын, тез дамитын сондай да. Ал былай соткада осындай түсіргендер олар не донат салады, ал мен донат салмаймын. Мысалы дәл осылай дамимын. Бірақ рейд анау мынау дегенді жасай алмаймын. Бірақ қолдан келгенше түсіруге тырысамын сіздерге. Тағы да қандай ойындар түсірейін жазып кетіңіздер. Не өстіп ағаш тас жинайсыздар. Айтпақшы, сосын мына жақта міне подарканы суретті соған кіресіздер, сосын мынандайға кіресіздер. Өстіп береді. Мына 20-150-де подарок береді. Мынада мынандай зат береді, мынада сера береді, мынада Rust тілімен айтқанда не ғой? МБК. Ал мынада подарктар, одан бәрін жинап соған жеткізесіздер, сосын аласыздар. Кейде мынадан да заттар байқап қалуы мүмкін. Ол үшін мынандай ағаштар сындыру керек, сондай olur. Карта. Так, bu da дейтін. Мыналар магазин міне мыналар. Сосын тағы мына жақта да бар магазиндер. Әртүрлі көп. Не ресурс карта. Мынандай болып тұрады. Мына үйің, шкаф тұрған үй, мынау өлген жерің болады. Ал мынау көп. В общем, железный руда. Мына қызылдан не береді? Топливо береді. Ал мына шөп не ғой? Алдағы уақыттарда көріңіздер. Ал мына сары сері, ал ана қоңырлау сол тас. Şimdi сондай жинайсыздар. Міне картадан да көрініп тұр. Оң жақтың жоғары жағында. Бірақ оларды жинап кеткен сияқты. Қазір үй салатын кезде кездесетін боламыз. Міне ендеше ағаш жинадық. Так, мынаны кіреміз. Ондай үлкен керек емес негізі. Осы да жоқ. Өйтіп үй сала берсеңіздер, шкаф сондайларды өзі береді негізі бұл ойында. Мен қайта көп мүмкін, бірақ оған қатты мән бермей видеоларға лайк басып сөйтіп жүрсеңіздер. Спальник уже берді. Қазір есік саламыз. Енді мынада спальник бар. Мына жерге өйтіп қоямыз. Шкаф берді уже. Шкафты мына жерге қоямыз. Шкафқа бүйтіп ресурс саламыз. 30 ағаш, сосын кодовый замок береді. Міне барымызда установить басамыз да кез келген код жазамыз. Міне фундаменттер бұзылып қалыпты. Шкафтан ағашты аламыз. Мына кіреміз.
чинить басамыз. Өздері жөнделетіне. Ойбай, бұз жөп болма. Қазір. Қалғандарды түгіл дұрыс. Мына екеуі. Мынау сосын. Мынау. Қалғандар дұрыс. Енді мына шкафқа да ұстамайды досамыз. Өстіп код жазамыз. Ағаш салып қоямыз. Айтпақшы. Айта кететіндей. Бита жасауға мынаны қойып тастайық. Сосын пистолет жасауға бір заттар беретіндей қойдық. Мынандай заттар береді. Сосын мынаны кіреміз. Пистолет жасаймыз. Сосын мынандай киімдер жасауға да арнайы береді. Сосын ағашты аламыз да. Мынаны кіреміз. Мынада бита жасауға болады. Тағы да мынандай ящиктер жасауға болады. Бұдан үлкен түрлерін жасауға болады. Қазір көрсетемін. Үлкен түрлер міне. Олар жасауға болады. Әзірге күте тұрыңыздар. Алдағы уақыттарда көрсетемін. Көп уақыттарда. Бита берді уже. Мен бита жасап отырайын, оны алып тастай қояйын. Жасалып қойыпты, ештеңе етпес. Шкаптың мына жерге қоямыз да. Ящикті. Сосын пистолет солар салып кетеміз. Мынаны саламыз. Мынаны саламыз. Шкапқа мынаны саламыз. Ал достар, осымен біздің видео бітті. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетеміз. Алда көптеген видеолар шығады әзірге. Ең бастамасы осы. Сіздерге лайк басып, комментарий жазып жатқандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып жатсаңдар көп рахмет. Подписать етіңдер. Қызыл кнопканы басасыздар. Мен көптеген видеолар түсіретін болам алдағы уақыттарда. Сіздердің көңілдеріңізден осы видеом шықты деп ойлаймын. Сау болыңыздар.